Баланы өмірдің өзінен қорғауға болмайды. Тәрбие жұмыстарының дәл мәні сіздің балаға тікелей әсер етуіңізде емес, көзбе-көз әңгімелесуіңізде емес, ол сіздің өз отбасыңызды ұйымдастырудың, сіздің және жеке қоғамдық өміріңізді және бала өмірін ұйымдастыра білуіңізде. Ересек адамдардың ісі, жұмысы, қызметі сияқты ойын да бала өмірінде маңызды болып саналады. Бала ойында қандай болса, ол өскенде жұмыста сондай адам болады. Ұлдың күні күн емес, атадан мал қалмаса, ата малы пұл емес, баста ақыл болмаса. Балаларыңа өздері таппаған байлықтың салмағын салып қажеті жоқ. Бұл олардың өміріне балта шабады. Балаларыңызды адалдыққа баулу тәрбиенің басы. Әнге әуес, күйге құмар бала, жаны сұлу, өмірге ғашық болып келеді. Әйел ана бір қолымен бала тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің. Қатты тәртіп көрсе, бала күнінде өнерімен қуантады түбінде. Баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек. Неғұрлым аз жебір көріп өскен бала, өз намысын жақсы түсінген азамат болып өседі. Шеше мінезінен сезік алса, бала жүрегі суына береді, қатулана береді. Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат. Бала әдетті жасынан тамызықтап жинайды. Баламен қиналып жүрсің бе? Деп сұрайтындар баланың қандай бақыт екенін түсінсе ғой. Егер бала ата-анасын сиқыршы екен деп ойласа, өздері иландырғандықтан. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білгенге құт қонбайды. Кітап оқымай ой қызметін нәтижесіз өткізген күн бекерге өмір сүрген күн. Баланы сүйе білуге үйрету өмірдегі ең маңызды нәрсеге үйрету деген сөз. Қашан көрсең ақылды, жақсы сөз айтып жүретін адамдар болады, бірақ ол адамның топас екені сезіліп тұрады. Кішкентай кілтпен үлкен сандықты ашуға болады. Адамға қажеттілік берсеңіз, жайлылықты қалайтын болады. Жайлылықпен қамтамасыз етсеңіз, молшылыққа еліктейді. Молшылықты жаудырсаңыз, талғампазданады. Талғампаздықты қолға ұстатсаңыз, ессіздікті іздейді. Осының барлығын беретін болсаңыз, ол қалаған затымды бермедіңдер деп шағымданатын болады. Маскүнемдік адамның басын өзі масқаралап қорлауы. Арақор мал сияқты өзін-өзі айуанның қатарына апарып қосады. Күнәсін мойындау өзінен өзі дүрелеу емес, қайта ол адамгершілік, пәктікке, өнегелікке талпыну. Екіжүзділік, жағынып жалпақтау, ыңғайымпаздық үлкен кесел. Тек қана ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін. Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады. Ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы мүмкін емес. Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс. Өзіңді қарапайым, жылы лебізіңмен сыйлата білмесең, құр қаталдықтан түк те шықпайды. Бала адаммен арпалыспайынша өмір сүре алмайды. Өзінің бар жүрек жылуын басқа адамға беруді жданы талап етеді. Қыздың қатаңдығы мен талап қойғыштығы бар жерде жігіт нағыз еркек болып шығады. Ақын еңбегінің нағыз жалғыз өлшемі оның адам жүрегіне қандай жақындай алғаны. Әйел болмаса еркек есінен, еркек болмаса әйел ажарынан айырылады.
Жақсы тәрбие сенің тұздықты дастарханға төгіп алмағаның емес, басқа біреу солай істегенде, оны сенің байқамауың. Ар-намысың жан жүрегің қалай әмір етсе, солай істе. Өтірік айтуға үйір болу нашақорлық секілді. Адамның түбіне сол өзінің өтірігі жетеді. Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Адам бойындағы бағалауға лайық қасиет ақыл емес, қайта сол ақылды басқаратын қасиеттер: мінез, жүрек, мейірімділік, таза ой. Сәбилер таза да пәк жаратылыс. Тіпті жыртқыш аңдардың да балалары да періште кейпінде болады. Сондықтан оларды қадірлеп, құрметтеуіміз керек. Оларды бірде аялап, бірде таптап, көңіл-күйіміздің ойыншығы қылмауымыз керек. Әйел, ана барлық қиындықты жеңетін сарқылмайтын күш, тірліктің қайнар бұлағы. Саған шынымен ең жақын адам ол сенің өткен өміріңді білетін, болашағыңа сенетін, қазіргі жағдайың қандай болса, дәл солай қабылдайтын адам. Бір күн түсіндіргенге қарағанда, бір сағат жұмыс көп үйретеді. Бала туылғанда ақ қағаздай болып таза туады. Оның үстіне шимақты қалай салсаң, қағаз бетіне солай түседі. Бала тәрбиесі де дәл солай. Сияқты өзің қалай тәрбиелесең, ол солай тәрбиеленеді. Қолыма қалам алған күнімді қарғыс атсын. Оған дейін менде тек достар бар еді, ал қазір тек дұшпандар. Кей адам күлкісімен әбден сыр алдырып қояды. Сіз табан астында оның бүкіл қатпар қалтарыстарын біліп аласыз. Тіпті даусыз ақылды да, күлкі де кейде жиіркенішті болады. Күлкі ең алдымен шынайылықты талап етеді. Балаң ақылды әрі есті болсын десең, дені сау, мықты етіп өсір. Ол жұмысын істесін, әрекеттенсін, жүгірсін, айқайласын, тынымсыз қимыл үстінде болсын. Баланың балалығын тыйдым дегенше, ер жеткендегі даналығын тыйдым деңіз. Адам білмегендіктен адаспайды, білгішсінем деп адасады. Бүгінгі күн сен үшін соңғы күн сияқты етіп өмір сүру керек. Қалаған нәрсеге жету үшін де ақыл керек. Адам жақсы күледі екен, демек жақсы болғаны. Баланы өмір сүруге үйрету керек. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.